Сәлем достар, біз бүгін палау дайындаймыз. Бізге керекті заттар ет, пияз, сәбіз, сарымсақ, қызылбұрыш, күріш және тұз дәмдеуіштер. Ең алдымен сәбізді ұзынша етіп турап аламыз. Сосын пиязды тазалап, оны да турап аламыз. Етіміз дайын, енді палауымызды бастаймыз. Алдымен қазанды отқа қойып, сұйық майымызды құямыз. Қызып тұрған майға туралған еттерді салып, қызарғанша қуырамыз. Етті қуырып болған соң, пиязды салып, алтын түстес болғанша қуырамыз. Ет пен пиязды қуырып болдық, енді үстіне туралған сәбіздерді салып, тағы қуырып аламыз. Су құйып дәміне қарай тұз, зире және дәмдеуіштер саламыз. Қазандағы су қайнағанша күрішімізді жуып, тазалап, дайындап қоямыз. Қазанға күрішті салып, тағы да су құйып бұқтырамыз. Палауды сарымсақ пен қызылбұрыш салып бұқтырсақ, палауымыз одан да дәмдірек шығады. Қазанның бетін жауып, піскенін күтеміз. Вау, иісін еткен керемет, палауымыз пісті, иісі бұрқырап тұр. Енді палауымыз дайын, кешке асқа отбасымызбен тамақтанамыз. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер де менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, лүпіл басып қой. Алда бұдан да қызықты видеолар шығады.